Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Мен бүгін осы Алланың 99 есімін айтып жүріп, жақсы табысқа жетті, береке тапқан адамдарды көргендіктерден осы Алланың көркем есімін шығаруды дұрыс көрдім. Алланың көркем есімдермен дуа қылудың маңызы. Тілекті Алла тағаланың көркем есімдеріне жүгіне отырып сұрау дұғаны қабыл болу шарттарының бірі болып табылады. Құран кәрімдегі келтірілген Сүлеймен пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын бір дұғасында мынандай дейді. Және ол Сүлеймен: "Уа Раббым, маған және әке-шешеме берген нығметіңе шүкір етуімен және өзің разы болатын ізгі істер істеуіме итермелеп, рахымың арқылы ізгі құлдарының арасында кіргізе көр" деп тілейтін болған. Әл-Анас ибн Мәлік оған Алла разы болсын. Бірде Алла елшісінің оған Алланың игілімен сәлемі болсын қасында отырған кезде бір адам намаз оқып: "Я Алла, барлық мадақтың сенікі екендігі арқылы сұраймын. Сенен өзге құдай жоқ. Уа сый беруші, уа көктер мен жерді ғажайып жаратушы, уа ұлылық пен шексіз жомарттықтың иесі, уа мәңгі тірі, мәңгі өздігінен тұрушы" деп дұға қылады. Сонда пайғамбар оған Алланың игілімен сәлемі болсын. Мынау Аллаға дұға қылса жауап беретін, қажет сұраса беретін ең ұлы есім арқылы дұға қылды деген. Миржан ибн Әдрағаттан жеткен хадисте Алла елшісі оған Алланың игілімен сәлемі болсын бірде мешітке кіргенде бір кісі намазының ортасында: "Я Алла, сенің Алла, бір әрі жалғыз, тумаған әрі туылмаған, мұңсыз және теңдесіз жоқ екендігіңді арқылы сұраймын. Менің күнәларымды кешіре көрші, шынында сен аса кешірімшіл әрі өте рахымдысың" деп дұға қылып жатқанын көріп, оның күнәсі кешірілді, оның күнәсі кешірілді, оның күнәсі кешірілді деп үш рет айтқан. Әбу Бәкір оған Алла разы болсын, пайғамбар оған Алланың игілімен сәлемі болсын, намазда айтатын дұғаны үйретіңіз деп сұрағанда, ол оған Алланың игілімен сәлемі болсын: "Уа Алла, шындығында мен өз-өзіме көп зұлымдық қылдым, ал күнәні өзіңнен басқа ешкімде кешіре алмайды. Мен өз жаныңда жарылқаумен жарылқап рахым қыл, арасында сен аса кешірімдісің әрі ерекше рахымдысың" деп айт деп үйреткен болатын. Әлиден оған Алла разы болсын жеткен риуаятта пайғамбар оған Алланың игілімен сәлемі болсын намазға тұрғанда: "Уа Алла, сен патшасың, сенен басқа құдай жоқ. Сен менің Раббымсың, мен сенің құлыңмын. Өз-өзіме зұлымдық қылдым, күнәмді мойындадым. Менің барлық күнәларымды кешіре көр. Арасында күнәларды сенен өзге ешкімде кешіре алмайды" деп айтатын болған. Абу Хурайрадан оған Алла разы болсын жеткен риуаятта пайғамбар оған Алланың игілімен сәлемі болсын төсегінде жатарда: "Уа Алла, аспандардың иесі, жердің иесі, ұлы аршының иесі, Раббымыз барлық нәрселердің иесі, дәнек пен өзекті жаратушы, Тауратты, Инжилді, Фурқанды, Құранды түсіруші, өзің кекілінен суырып тартып алатын барлық жамандықтардан өзіңмен сақтанамын. Уа Алла, сен біріншісің, сенен бұрын ештеңе болмаған, болған да емес, сен соңғысың, сенен кейін ештеңе жоқ, сен жоғарысың, сенен жоғары ештеңе жоқ, сен төменсің, сенен төмен ештеңе де жоқ. Бізді қарыздан арылтып, кедейліктен құтқар" дейтін болған. Ибн Аббастың оған Алла разы болсын жеткізуінше пайғамбар оған Алланың игілімен сәлемі болсын уайым қайғы кезінде ұлы әрі ұстамды Алладан басқа құдай жоқ дейтін болған. Көктер мен жердің иесі, ұлы аршының иесі, Алладан басқа құдай жоқ дейтін болған. Әли оған Алла разы болсын таратқан риуаятта Алланың елшісі оған Алланың игілімен сәлемі болсын: "Мен саған егер оларды айтсаң тіпті бұрын күнәң кешірілген болса да Алла күнәларыңды тағы да кешіретіндей сөздерді үйретейін бе" дейді.
asqaq әрі ұлы, Алладан басқа құдай жоқ. Ұстамды һәм жомарт, Алладан басқа құдай жоқ. Алладан басқа құдай жоқ. Жеті көктің иесі, ұлы аршының иесі. Алла пәк, мадақ, әлемдердің иесі Аллаға ғана тән деп айт деп үйрететін болған. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar. Барлық кемшіліктерден пәк және аса даңқты. Алла оған барлық мақтаулар болсын. Алладан басқа құлшылыққа ие құдай жоқ. Мұхаммед пайғамбарым саллаллаху алейхи салам айтқан, шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар. Бірсіз жүз, кім оларды санап шықса жәннатқа кіреді делінген. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد